Бұл жылдан жылға дамып, күннен күнге көркейіп келе жатқан Бескөл ауылы. Ал бұл осы елді мекендегі ең озық білім ордаларының бірі. Дәлірек айтқанда, номер 3 Бескөл орта мектебі. Білім беру нысаны осыдан бір жыл бұрын ғана халық игілігіне берілген болатын. Содан бері мұнда қалыптасу кезеңі жүріп жатыр. Жаңа мектептің жылдам аяққа тұрып, желі дамуына мектеп парламенті де өз үлесін қосып келеді. Парламент дегенде ойымызға бірден Қазақстан Республикасының заң шығару билігін жүзеге асыратын ең жоғарғы өкілді органы келетіні анық. Ал мектеп парламенті дегеніміз не? Ол біздің елімізде ертеректе пайда болды. Бүгінгі таңда дамудың жаңа сатысына шығып жатыр. Мектеп парламентінің мақсаты білім алушылардың бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтік құзыреттілік, азаматтық жауапкершілік дағдыларын дамыту, әлеуметтік шығармашылыққа қабілетті, өзін жеке басын, қоғам мен мемлекетті жетілдіру мүддесінде әрекет ете алатын жоғары мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты тәрбиелеу. Мектеп парламенті дегеніміз ол оқушылардың өз еріктерімен біріккен ұйымы. Олар мектеп өміріндегі мәдени шаралар мен ағымдағы болып жатқан істерді шешуге белсенді түрде қатыса алады. Және мектеп парламенті белсенді оқушылардан құралған. Олар мектеп өміріндегі мәселелерге шығармашылық көзбен қарайды. Мектептің алдына қойған мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыруға белсене араласады. Номер 3 Бескөл орта мектебінде үстіміздегі жылдың көктем айында мектеп парламентінің президентін сайлау науқаны өткен болатын. Оған мектеп оқушылары мен қызметкерлері белсене қатысты. Нәтижесінде үміткерлердің арасында бүгінгі таңда 11-ші сынып оқитын Дидар Ербатыр көп дауыс жинап, өзін-өзі басқару ұйымының президенті болды. Мен жаңа мектепке ауысып келген кезде мұның бәрі басқаша болатын. Оқушылар әртүрлі мектептерден келген, бір-бірін тани қоймайтын. Сондықтан мен өз бағдарламамда оқушылар бір-бірімен, екіншіден мұғалімдермен тығыз байланысу керектігін шештім. Мектеп әкімшілігінің қолдауымен әртүрлі іс-шаралар өткіздім. Нәтижесінде сыныпта сыйластық пен тәртіп күшейді. Оқушылар тек қана білімге емес, шығармашылыққа да ұмтыла бастады. Дидар Ербатыр бастаған мектеп парламенті негізгі 8 бағыт бойынша жұмыс жасайтын фракцияларын тұрады. Оған жауапты депутаттарды мектеп әкімшілігі мен сайлауда жеңіске жеткен президент бекітті. Білім ордамызда өзін-өзі басқара алатын ұйымның болғаны әрине біз үшін үлкен жетістік. Қандай да бір байқаулар болсын, спорттық жарыстар, концерттік бағдарламалар болсын, мектеп парламентіне жүгінеміз. Бірлесе отырып біз мектеп өміріне қатысты өзекті мәселелерді шешеміз. Жалпы мектеп парламенті құрылғалы бері тек қана біз жақсы жақтарын ғана көріп отырмыз. Сол себепті бұл бағытта алдағы уақытта да жұмыс жалғаса бермек. Жақсы көшбасшы қашанда өзінен кейінгілерге қамқорлық танытып үлгі бола алады. Айналасын үнемі шабыттандырып жүреді, креативті ойлайды және кез келген мәселенің шешімін таба алады. Біздің президентіміз сондай адам.